Очень сложно воздействовать на мусульман. Мұсылмандарға әсер ету өте Они қиын. Олар находятся в үнемі Құдаймен постоянном, байланыста болады. в постоянной подключке с эгрегором. У них каждый день Күнде намаз, намаз они оқиды. каждый день читают Үнемі қалқан молитвы. күмбездің Они ішінде постоянно тұрғандай находятся болады. под таким, знаете, как некий купол. Воздействовать на них Оларға очень әсер ету трудно. өте қиын. Начинаешь Енді әсер воздействовать, ете начинает бастағанда адам обращаться намаз оқиды. во время Олардың көбі молитвы, Құдаймен да, жиі они байланысады. действительно многие не как в церковь приходят, когда все хреново в жизни. Біздегідей Он емес, пришел, бәрі помолился, а жаман потом на 5 болғанда лет ғана забыл шіркеуге вообще келеді. про Құлшылық қылады, Бога, сосын 5 жыл какие-то бойы там Құдайды есіне каноны алмайды. и так далее. Мусульмане, как правило, Ал шын мұсылмандар неистово кәміл верят, сенеді. Құдайға шын неистово құлшылық отдают қылады. энергию Ал своему ол Құдай эгрегору. оларды Этот қорғайды. эгрегор их очень бережет. Поэтому Сондықтан наработать, шын мұсылмандарға делать әсер ету өте какие-то қиын. воздействия на истинно верующего мусульманина очень сложно. Это некий Бұл қандай да бір хороший жақсы қорғаушы ма? Ну, для них, Иә, да, олар для, үшін. этот эгрегор Оған сеніп хорош для жақтаушылар үшін бұл адептов, жақсы. которые вносят в него хорошую энергию. А вот вы как это ощущаете? Ал сіз Вы мұны нашли қалай в ответе сезесіз? такого Сондай человека, адамды да? тапқан И кезде дальше оған что, әсер вы еткіңіз пытаетесь его келеді, каким-то бірақ образом болмай ма? притянуть, визуализировать эту нить, но у вас не получается? Или как вы это Она Ол көзден исчезает, ғайып я не болады. могу за нее Оны ұстап қала ухватиться. алмаймын. Бар Мне назарымды начинает, салсам да, я бірдеме фокусируюсь сытылып на шығып ней, а кетеді. мне мгновенно что-то вышибает из потока. То есть вот такое Яғни прям. осындай жағдай. Или я не Немесе я бір адамды представляю түр перед түсіне собой дейін человека, елестетсем, какого-то четкого оған до тіпті мелочей. менталды Не деңгейде могу әсер ете воздействовать на алмаймын. него даже на ментальном уровне. А какой-то Ал образ қандай у да меня бір просто бейне мүлдем вообще пайда не бола алмайды. создается. Я Суретке даже қарап отырып фотографию жасасам да, смотрю, ол бұлдырап создаю, жоқ а болып он кетеді. меня вот Яғни мен адамның бір улетучивается. нәрсемен То жабық есть я уже екенін четко анық вижу, көремін. человек чем-то закрыт. А это только Бұл с тек мусульманами? мұсылмандарға У қатысты ма? меня вот да. Менде иә. Христиане сейчас мало Христиандарда людей, қазір которые шын искренне веруют. сенетіндер И аз. даже те, кто в Құдай комментариях жүректе там деп пишут, пікір что жазатын сенушілер шын мәнінде Бог олай в емес болып шығады. душе, там, да, такие верующие все прям по факту оказывается нет. Эгрегор бұл нақты биоөрісі бар, метафизикалық тылсым күшті білдіретін оккультизмдегі термин. Байқасаңыздар, видеодағы сиқыршы әйел дәл осы сөзді көп рет қайталайды. Мен оны сіздерге түсінікті болу үшін Құдай деп аудардым. Яғни сиқыршының сөзімен айтқан кезде дәл осы эгрегор мұсылмандарды үнемі қорғайды. Фәлақ және Нас сүрелері сақтандырушы сүрелер деп аталады. Хадистегі деректерге сүйенсек, алдыңғы түскен қасиетті Тәурат, Інжіл, Зәбур кітаптарында бұл сүрелерге тең келетін сүрелер болмаған. Бұл сүрелердің түсу тарихы пайғамбарымыздың оған Алланың игілігімен сәлемі болсын, дұшпандары тарапынан сиқырланумен байланысты еді. Бұл қара сиқырдың ең жаманы әрі күштісі болған делінеді. Айша анамыздан радиаллаху анху жеткен хабарда Алла елшісі оған Алланың игілігімен сәлемі болсын: «Уа Айша, Алла менің дұғама не жауап бергенін білесің бе? Екі періште келіп, бірі бас жағыма, бірі аяқ жағыма отырды. Бас жағымдағы періште аяқ жақтағыдан: бұл адамға не болды деп сұрады. Екіншісі: ол сиқырланған деді. Біріншісі: оны кім сиқырлады деп сұрады. Екіншісі: Ләбид ибн Асам, ол иудейлер мен 200-лердің жақтасы болатын Бәну Зурай қауымының адамы деді. Біріншісі: ненің көмегімен сиқырлады деп сұрады. Екіншісі: тарақ және тарақтағы шашы арқылы деді. Біріншісі: ол қай жерде деп сұрады. Екіншісі: Зарван деп аталатын құдықтағы тас астында кептірілген құрма қабығында деп жауап береді, деп айтқаны жеткізіледі. Сосын пайғамбарымыз оған Алланың игілігімен сәлемі болсын, сахабаларын жібертіп, оны алдыртып тастайды да сиқырдан айығады. Деректерге сүйенсек, құдықтағы шаш 11 рет түйілген болады. Осы оқиғадан кейін сақтандырушы сүрелері түсіріліп, әртүрлі бәле-жаладан сақтану мүмкіндігі пайда болды. Сол себепті болса керек, Фәлақ және Нас сүрелеріндегі аяттар саны да 11-ға тең. Яғни Фәлақ сүресінде 5 аят, Нас сүресінде 6 аят. Жалпы сиқыр деген ерте замандардан бастап бар. Қара сиқырмен айналысушылар бұл тыйым салынған ілімді меңгеріп, оны іс тәжірибеде кең қолданады. Мысалы, оккультизм жатады. Табиғаттағы, адам болмысындағы жасырын және белгісіз күштер мен құбылыстарды пайдаланып, жүзеге асырылатын оккульттік ғылымдардың ортақ атауын оккультизм деп атайды. Оның тармақтары сатанизмде, нумерологияда жатыр. Барлығы тылсым күштер мен сандардың сиқырына жүгінеді. Соған имандай сенеді. Мысалы 11, 13, 33 тағы басқа. Оккультизмде әрбір санның өзіндік мағынасы мен міндеті бар. Сондықтан сиқырдан сақтану үшін
Фәләқ және Нас сүрелерін үнемі оқып жүріңіздер. Фәләқ сүресі. Оларға айт, таң шапағының Раббысына сақтай көр деп сыйынамын. Өзі жаратқан күллі жаратылыстың кесірінен, жер бетін қаптаған қараңғы түннің кесірінен, түйіншектерге өрлеп дуалайтын дуашылардың кесірінен, сондай-ақ күндеген кездегі күншілдердің кесірінен сақтай көр деп сыйынамын. Нас сүресі. Оларға айт, сақтай көр деп сыйынамын адамдардың Раббысына, адамдардың иесіне, адамдардың тәңіріне, әзәзіл шайтанның кесірінен, адамдардың көкірегіне уәсуәсе салатын әзәзіл шайтанның кесірінен сақтай көр деп сыйынамын деп айт. Ондай әзәзіл шайтан жыннан да, адамдардан да шығады.